Sabahımızda başlamaz bұрын ең әуелі тілек шама әдісі арқылы бір-бірімізге тілектерімізді жолдайық. Ортаға шеңбер болып тұрайық. Бүгінгі сабаққа сәттілік қанаттардың талмасын, үлкенді сыйлық, иттерге шыққан, ең басты байлық денсаулық. Маған бере салыңыздар. Енді орындарымызға отырмас бұрын осы жерде 3 топқа бөлініп алайық. Спиннер әдісі арқылы. Аяру, Тұрғанбайару, Шерали, Айсере, Ұлпан, Аяру, Даниял бірінші топқа жайғасамыз. Екінші топқа Жанасыл, Қазына, Алмасбек, Аяру, Нұрайша, Ақжан. Үшінші топқа Бейбарыс, Аслан, Дулат, Іңкәр. Бұл топтың атауымен таныс болайық. Бірінші топ жас оқырмандар тобы, екінші топ жас тілшілер тобы, үшінші топ жас әдебиетшілер тобы. Миға шақыру әдісі арқылы өткен сабақты пысықтап алайық. Еске түсірейік. Мына жерде арай ашық әдісі арқылы үй тапсырмасын сұрақ жауап ретінде сіздерден сұрайтын боламын. Келіңіздер, кім келеді? Мен бар. Қалаған яшықты мынандай қой. Бала и кітап көлік сөздерін көптік жалғауларына жазғанбыз. Балалар үйлі кітаптар көптер жарайсыз. Отыра қой. Сәйкес сөздер мағынасына қарай нешеге бөлінеді атаңыз. Сәйкес сөздер мағынасына қарай 7-ге бөлінеді, жалпы және жалпы. Жарайсың. Дұрыс. Даниял. Көптік жалғауларды атам. Лағдер, дағдер, тартер. Дұрыс. Жарайсың. Нұрайша. Сәйкес сөздер мағынасына қарай нешеге бөлінеді атаңыз. 2-ге дара көрделер. Жарайсыз. Дулат. Әзір сөздің тәуелдеңіз. Менің дәптерім, сен дәптерім, сіздің дәптеріңіз ол дәптерім. Көпшетірі біздің. Біздің дәптеріміз, сендердің дәптерлерің, сіздердің дәптерлеріңіз, олардың дәптерлері. Жарайсың, тамаша. Балалар үй тапсырмасына дұрыс жауап берген балаларға мен бір асықтан беретін боламын. Яғни бір асық бұл жердегі бір балл болып есептеледі. Балалар, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы ғажайып планета. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпаратты анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру, зат есімдердің мағыналық түрлерін мәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану. Сен адамзаттың ғарышқа сапары ең алғаш қазақ жерінен басталғанын білесің бе? 1953 жылы 1 қазанда Қызылорда облысындағы Байқоңыр ғарыш айлағынан жердің тұңғыш жасанды серігі жылдың сол жерден 1961 жылы 12 сәуірде ғарыш әлемде ұшқан бірінші адам Юрий Гагарин болды. Арада 13 жыл өткен соң 1991 жылы тұңғыш рет қазақ ғарышкері кеңес одағының батыры доктор Әубәкіров ғарышқа Байқоңыр бүгінгі таңда әртүрлі елдердің ғылым және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктері ұшырылатын халықаралық ғарыш айлағына айналды. Балалар, бүгін септік жалғауларын өтеміз. Жалғаудың қанша түрі бар еді? Көптік, тәуелдік, септік, жіктік. Өткен сабақта да біз көптік және тәуелдік жалғауларын өткен едік. Көптік жалғау дегенімізде кім айтады? Мен. Ұлпан. Көптік жалғау дегеніміз бір заттың көпнеше түрін білдіреді. Жалғаулар қалай? Жалғаулары лағдер, дағдер, тартер. Тәуелді жалғау дегеніміз не Ақжан? Тәуелді жалғау дегеніміз бір заттың екінші бір затқа кісіге тәуелді екенін білдіреді. Жақсы. Енді бүгінгі сабақта септік жалғаулар өтеді. Қазақ тілінде 7 септік бар. Бірінші аталы септік, ілік септік, барыс септік, табыс септік, жатыс септік, шығыс және көмектес септік. Атау септіктің сұрақтары кім, не, ілік септіктің сұрақтары кімнің, ненің, барыс септіктің сұрақтары кімге, неге, қайда, табыс септіктің сұрақтары
Шығыс септігінің сұрақтары кімнен, неден, қайдан? Көмектес септігінің сұрақтары кіммен, немен, қалай? Мына жерде жалғаулар мен мысалдар келтірілген. Оны топ орындау барысында топты жұмыс орындаймыз. Бірінші топ мәтінді оқып, мәтін мазмұнын түсінуге нақты сұрақтарға бағытталған сұрақтар құрастырады. Екінші топ мәтіннен септік жалғау сөздерді теріп жазып, қай септікте тұрғанын ажыратады. Үшінші топ ажайып ғаламшалар туралы сұхбат жүргізеді. Ал балалар, тапсырма орындауға берілген уақыт аяқталды. Қай топ дайын? Төртінші тапсырма. Журналистика. Телевизияға әлеміне қызығушылығымыз бар ма? Ғалым айтады, я өте қатты қызығамын. Ғарыш әлемі шексіз әлем. Жақсы. Осы тапсырманы орындау үшін әр топқа 3 асықтан беріледі. Қай топ дайын? Бірінші топ, екінші топ, Екінші тапсырма. Байқоңырдан ол бізде электр, планетадан ол бізде шығыс сектор, ортасынан ол бізде шығыс сектор, шырақтың ол бізде электр, үстінде бізде ол жарты сектор, жағында ол жарты сектор, сананың электр, планетаға бар сектор, ишаратпен көмекте сектор, үстінде жарты сектор, және де байқоңырдың табысы. жарайсың. Сіздерге бүгінгі орындаған тапсырмаларыңа 3 асық. Менде бар, кімде бар ойыны. Мына жерде берілген сөздерді дәптерлерімізге септейміз. Ғарыш, аспан, өмір, байқоңыр, жұлдыз. Жұмысымызға қай топ бірінші дайын екен? Аяру. Қай сөзді септедіңіз? Ата септігі, қарыш, әлік септік, қарыштың, барыс септік, ғарышқа, табыс септік, ғарышты, жат септік, ғарышта, шығыс септік, ғарыштан, көмекке септік, ғарыш септік. Жарайсың. Аслан. Аслан. Қай сөз септедіңіз? Байқоңыр. Апа септік, байқоңыр, әлік септік, байқоңырдың, барыс септік, байқоңыр, байқоңырға, табыс септік, байқоңырды, жат септік, байқоңырда, шығыс септік, байқоңырда, көмекке септік, байқоңыр. Керемет. Қызғылт. Қазына жезді. Жетті отыра қойыңыз. Келесі топтар. Сары. Жасыл. Отыра қойыңыз. Келесі топ. Жасыл. Сары. Ақ. Қызғылт. Отыра қойыңыз. Жарайсыз. Ақиқат жалған әдіс арқылы сапарымыз мектепке. Ғарыш әлеміне ұшқан алғашқы адам Юрий Гагарин. Жақсы. Қайда балалар, бүгінгі сабақтан кім қанша асық жинады көрсетіңізші. Жақсы.